Саламатсыздар ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Дәмді ас каналы. Бүгін біз өте оңай, тез дайын болатын жене дайындайтын боламыз. Бізге керек 2 жұмыртқа. Не стаканмен, не пияламен алыңыздар, барлық мөлшерін. 1 пияла сахар саламыз, 2 жұмыртқаның үстінен әбден араластырамыз. Сахарымыз ерігенше әбден араластырамыз. Сахардың ерігенін қолдарыңызбен сәл шымшып көрсеңіздер болады. Болмаса араластырып жатқан кезде сахардың ерігенін өздеріңіз сезесіздер араластырып жатқан кезде. Сахарымызды әбден араластырып болып, үстінен осындай 1 пияла маргариніміз саламыз. Оның үстінен 1 пияла майонезімізді салып араластырамыз. Бөлме температурасында жылып тұрған маргаринді пайдаланамыз. Қолмен де араластырсаңыздар болады. Енді ұнымызды саламыз. Ұнның бетіне қопсытқышымызды салып аламыз. Мен қопсытқышты граммен өлшемем, көз мөлшермен саламын. Кішкентай ғана 1 шымшым ванилин салдым. Осылай араластырып, ұнымызды салып, қоймалжыңымызға ұнды салып араластырамыз. Әркімнің ұны әрқандай. Мен көз мөлшермен саламын. Осылайша ұнымызды илейміз. Қамырымызды иілеп, ұнымызды ақырындап 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Өйткені көз мөлшермен салған кезде ұн көп кет қалмас үшін осылай мөлшерлейміз. Ұнымыз маймен, майонезбен жақсы араласу керек. Енді тағы да үстінен саламыз. Араластырамыз. Менің ұным жеткіліксіз болып тұр, сондықтан тағы да ұн алып саламын үстінен. Жұмсақ болып, осылай қамырым езіліп тұр. Кішкене ұн саламын тағы да үстінен. Жұмсақ, әдемі болады қамырымыз. Жұмыс істегенге өте ыңғайлы. 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін жаямыз. Құрметті көрермендер, бұл қамырдың басы бірікпейді. Бірігіп, жаңағыдай тамақтың қамырындай болмайды. Сондықтан осындай ақырын жаямыз. Енді формалаймыз. Өздеріңіз қалауынша қандай формаңыз бар, сондай аласыздар. Менде осындай домалақтар бар. Мен содан осындай 1 домалақты ойып алып, келесін осындай айшық жасайын дедім. Осындай ай печеньемізді дайындаймыз. Осылайша бәрін бөліп алып, формаға саламыз. Формаларыңызға осылай орналастырамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20 минутқа қойып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Осындай жеңіл рецептерді келесі видеоларында да салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.